қаңтар оқиғасы кезінде енді біздің қорғаныс саласының біраз әлсіз тұсы ашылды. Біз енді өзара ішкі қақтығысты өзіміз баса алмадық, сырттан ОТКБ-дан әскер кірді. Бұл Қазақстанның қорғаныс саласында өте үлкен проблема бар екенін анық көрсетіп берді. Кез келген қай жағынан алып қарасақ та. Осы оқиғадан қорғаныс саласы мамандары біздің билік сабақ алды деп айта аламыз ба? Сабақ алды деп ойлайсыз ба? Жоқ. 2 жыл жүрдім ғой, 2 жыл күтіп отырғам. Мен сол оқиғадан кейін, пока зейнеткерлік болмағанша, вот менің сұхбатым Азаттық каналда шықпағанша 2 жыл өтті. 2 жылы мен қарап отырғам. Не өзгереді екен? Ештеме өзгерген жоқ. Сол бастықтар, кінәлі курсанттар, біздің қайтыс болған кінәлі курсанттар әлі де сол жерде отыр. Менің сұхбатым шықты ғой, бәрібір соларды алған жоқ қой. Әлі сол жерде сол адамдар, кінәлі адамдар әлі сол жерде отыр екен. Мен анда-санда сұраймын ғой. Сол бастар әлі отыр. Бүкіл мен сұхбаттан кейін бүкіл халық түсінді ғой енді курсанттар біздің қалай қайтыс болған, иә? Кінәлі адамдар әлі сол жерде отыр екен. Ал енді мені сұраңдаршы, не өзгереді?